Басқа елдің ғалымдары жаңа техника жасап, бір-бірімен идея таластырып жатқанда. Біздің жақта сен анау діндесің, сен мынау діндесің деп бір-біріне тіл безеу. Өзгелер жаңа дүние ойлап тауып, болашақты талқылап жатқанда. Бізде пәленше блогер ажырасыпты, түгеншіл той жасапты деген өсек аяң базары. Бір елдің баласы оқыған кітабын талқыласа, біздің бала ойнаған ойынын, көрген мультфильмін ғана айтады. Абай айтқандай, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол деген өсиет әлі де ескерусіз. Мағжан айтқандай, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты болу үшін білім мен ой керек. Ал біз болсақ, той мен өсекке тұншығып барамыз. Жүсіпбек айтқандай, күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар: надандық, еріншектік, залымдық. Сол үшеуі әлі де төбемізде тұр. Елді биікке көтеретін білім мен еңбек. Ал бізге керегі ұйқымыздан ояну ғана.